бірақ та жарайды бұл нәрсе аян сен үшін жай ғана көрінуі мүмкін, бірақ та сен білесің ғой ернардан мен дос екенімді. Білесің, не үшін сұрамадың ернардан? Неге шынымен солай болып жатыр ма? Индира айтқан рас па деп. Бірақ та үйіне шығарып салу, екеуі сөйлесу, диалог, жаным күнім деген әңгімелерді мен білемін. Барлығын естіп жүрмін. Индираны мен таныстырған сол үшін тоқтаған болатын. Мен Индирадан сұрадым, Индира ол нәрсені барлығын шынымен мойындады. Мен Индирамен білетінімді ол кезде таныс тоқтағаныңызды білмейтін. Екеуіңіз сөйлескен білетінімді. Және де менің ең қатты бір ашуланған нәрсем осы жерде Индирамен қолымды алған жоқ, білесіздер ғой. Индирамен қолымды берген кезде мен қолымды алған жоқ. Сол видеоны қиып аянға жіберген. Мен даже бекзат сыйлай алмайтын соншалық мен оны қолымды алмаймын деген сөз айтылған. Мен сондықтан таныстықты тоқтатқан. Бұл нәрсе негізі не үшін болды деген сұраққа мен өйткені Индираға айтамын, сен ар жақта эфирға бір рет келдің, мен көрдім, айттым сосын. Сен маған араларыңда ештеңе жоқ дедіңдер ғой. Енді менде де сұрақ пайда болады ғой. Мен айтамын, неғып ондай болып жатыр сенде десем, бүйтеді маған. Сен мына жерде қара, мен даже оның қолын ұстаған жоқпын, көрдің ба дейді да. Мен не болып жатыр десем, болды тоқтайды ол нәрсе просто. Негізі тоқтап қойған дейді да. Сөйтіп мен бағдарламада, яғни өтірік шығар, өтірік кездесіп жүрген шығар деп ойладыңыз ба? Иә, мен сөйтіп ойлап отырмын да. Өйткені маған солай жеткізіліп отыр қыздың аузынан. Мен қыздарды түсіргім келмейді. Қыздар жаман дегім келмейді. Ол қыздар жаман дегім келмейді. Просто маған айтылған нәрсе сондай болды. Міне тікелей айтылған нәрсе. Мен тек ақиқатты айтып мына жерде. Артық әңгіме керек. Сөйтіп айтқаннан кейін мен оған айттым, эфирде тоқтат, содан кейін барып маған хабар. Бұл жерде мен ашуланған нәрсем бар ғой. Алишердің тойынан кейін мен Нұрсұлтан қызғандым ғой негізі. Просто мен жай ғана ол жерде кішкене өтірік айттым негізі. Индираны түсірмей ақ қояйыншы деп. Ол жерде аян болған. Аян келіп тұрған машинамен. Сол кезде Индира мен аянмен қайтамын деді сол кезде. Мен аянмен қайтамын қалаға дейін. Мен сол кезде ашуландым. Сен не үшін аянмен қайтасың сен? Мен таныстықты тоқтату себебім сол болатын негізі. Бірақ Индираға бармағанмын мен. Нұрсұлтан бауырым сен соларға алып қайтуға кеттік барғанмын. Бірақ та сол кезде аян мойнында жігітсің ғой. Сол кезде Индира екеуінің араларында диалог болды ғой. Айтып берейін не диалог болған. Ол былай болды. Келді да мені көрді да шошып кетті да ана жерде мен тұрғаныма. Не болды, не амандасуға жарамай қалдың ба деп сұрадым мен. Сөйтіп едім, қалайсың, сен қалаға барасың ба, мені жаңағы халық арена жаққа жеткізіп тастай аласың ба деді. Жарайды, жеткізіп тастайын дедім. Сөйтіп онда мен таксимді отмена берейін дейді. Бір кезде Бека шықты. Бека бір нәрсеге ашуланып шықты іштен. Ашуланып шықты да сосын Нұрсұлтан тұрып бізді алып қайтамыз Индираны деп еді. Қыртымасын, болды, мен таксимен өзім жіберемін деді. Мен тұрдым да, маған керек болған жоқ. Машинаға отырдым, біз Нұрсұлтанды алып кетіп қалдық болды. Бірақ та сен айтып жатсың ғой. Менде мужская сайнасы бар деп жатсың да. Сен бірақ білесің что ол менің таныстағы қызым екенін. Бірақ сен сөйлессің ғой онымен. Бірақ маған айтылған әңгіме қандай? Маған Индира басқа айтады, сен басқа айтасың. Мен Индирадан сұраймын. Қалай болды десем ол өзі жазды маған дейді. Өзі подкаст етті маған дейді. Ал сен маған басқаша айтасың. Мен кімге сенемін білмей қалдым шынымды айтсам. Ал керек болса қаншама уақыт өтті, бірақ сөйтсек Бекзат сол кезде бірақ сіз естіген Бекзаттың жақсы білетін едік. Тіпті сол кезде Бекзатты жазғырғандарымыз да бар еді. Неге солай жасадың? Ер азаматтық емес деген сөздерді айтқан едік. Енді қазір тіптен мен мүлдем таңғалып отырмын. Ол қарым-қатынас түсініксіз аяқталған болып тұр. Ал бұл қарым-қатынасқа не болады? Оны да білмей тұрмын. Дәл қазір бізде жарнама. Содан сіздерде кездесулер болған деп түсіндім. Болса мен келіспеймін бұл нәрсемен. Өйткені өзіңнің таныстағы жігітімен сөйлесетінін біле тұра сен мені аян жақсылап қылмайсың негізі ше. Индира саған жамандап тұрса сен олай айтпа, Бекзат жақсы деп айтпайсың никогда. Егер де мен сен танысым болатын болса, досым болатын болсам айтуым мүмкін. Сен қара, өзіңді мүмкін жақсы болу мақсатында солай айтқан шығарсың, дәл солай айтып отырсың. Сен бірақ мақсат кеме, аян. Сен мақсат кеме. Сөйлестің ба? Сенде музыка сайданыс болған жоқ па? Дәл қазір сондай болып тұр. Солай болды, жаңа былай болып қалады бұл. Яғни айтқанда мен таныстығым тоқтауына ең бас себепкер сенсің. Тоқтауына, иә, біліп тұрсың өзің кінәңді. Сен жай ғана мен кінәлімін деп айтудың орнына сен өзіңді ақтап жатсың. Мен кінәлі емеспін. Жаңа айтып жатсың ғой. Мен кінәлі емеспін. Жоқ, тұра тұр, бір минут тыңдашы енді. Сен мына жерде музыкальный сальдарыңыз жоқ екен деп тағы айта алмайсың. Неге? Қызға ие бола алмадың ба? Қызды қасында алып жүре алмадың ба? Сен маған айтып жатсың ғой, сен үстінен екінші адам болып сөйлестің деп. Соның мен көруім бойынша, есімде қалай бар бойынша. Сол кезде бір жігіт келді ғой сенімен сөйлесіп жүрген кезінде. Соның үстінде де сен тура сондай жігіт болған жоқсың ба бауырым? Мысалы жоқ, бұл жерде мен Индираны ақ дей алмаймын. Индира ақ емес. Сен ғана қара деймін. Екеуің де барсыңдар бұл жерде. Потом маған арыстан ит деп жатсың. Сөзіңізді бөлейінші, не болды ағаке? Осы ханым шығып кетсем бола ма? Не болды? Өз өзіме келіп алайыншы. Жақсы шығып келіңіз. Бекзат. Балзағам, негізі былай ғой, мен Аянды сырттай білемін ғой, танимын ғой. Сол кездерде де мен Алишердің тойынан кейін көрдім Аянды. Мен шыққан кезде Аян кетті да сразу машинасына отырып кетіп қалды сразу. Мен көрген сәтте. Мүмкін ол кезде де ұятың ашылып оянған шығар мүмкін. Жаңа айтып жатсың, ит дедің арыстан жарай шеңіп кетті. Бірақ айтады да, өмір қызық дейді. Кейде жомарт қолменен сараңдардың шайына сүт қатады дейді. Кейде қызық тұлпар жүрген жолменен есектер кетіп бара жатады дейді. Біле білсе. Одан кейін мен айтып тұрғаным, бұл жерде кім тұлпар кім есек? Мен сен сияқтыларға Индираны қимайтын едім негізі. Мен жай ғана сен сияқтылардың қатарында болмас үшін Индираны тастап кеттім жай ғана болды. Бұл жерде кім тұлпар кім есек? Өзің айырып аласың жаған. Мына әңгімені маған қатысты айтып отырсың. Саған қатысты бұл. Маған қатысты ма? Иә. Өйткені сен білдің мен кездесіп жүрген менің ғашық екенімді, оның ғашық. Бауырым, сен ар жақта қызың маған сөйлеймін. Жігіттер, сен кінәні түсінбейсің ба? Сөйлеймін. Айдана, сен Айдана біреумен сөйлесіп жүрсе. Сен Айданаға кінәлайсың ба? Айданаға кінәлайсың. Мына жерге Айдана қоспай ақ қой. Айдана ситуацияға сұрақсың, ойланып көрсек кішкене. Не деп айттың сен қазір? Айтсам уже. Айданамен бір жігіт сөйлесіп жүр сенің үстіңнен. Сен қандай жағдайда боласың? Ол жерде өзіне қыз допускать етсе, қыз кінәлі болады ол жерде. Қара, егер де мен мына жақта қалып қойған жігіт болсам, ол қыз үшін менің орным жоқ. Жоқ, айтпай. Менің орным жоқ. Ол менің. Бір минут айта салайыншы мен до конца. Айтып бітірейінші, менің орным жоқ. Содан кейін кімді есек, кімді тұлпар дейсің білмеймін, мен үшін өзім тұлпар болып қаламын. Негізінде ше, есек деген әңгіме үшін сыртта жауап бересің, қазір сенен бос болып отырамын. Жақсы, ол сыртта сөйлесе береміз, тәңше, ол сыртта сөйлесіп жүр. Жігіттер, сен маған ақталғансың осы уақытқа. Мен ақталған жоқпын. Мен саған ақиқат айтып бердім. Ақталған жоқпын. Қол шайтпашы маған. Сен былай айтып жігіттер, Аян, Бекзат басылып сөйлейік, сабырға келейік. Және жаңа айтылып қалды, екеуіңіз сыртта сөйлесіп алдық дедіңіздер ғой. Сол кезде не мәселе болды? Бұл жерде ертең сен жаманатты болсын деген Аян да қашып жүр бұл тараптан деді. Қазір мен тұрмын, мына жерде крайний менмін деді. Осылай айтқаны. Негізі сол жерде сен Аян негізі басын ашып алуың керек еді. Айданнан да мысалы Индираға осы Бекзатты алып, сол жерде сен қателігін, сол жерде төртеуін тұрып басын ашып алуың керек еді. Мынандай жағдай болды деп. Бірақ Индираның тарапынан сізден де, сіздің жағынан да сізден де подкат болған. Сіз де сөйлескенсіз, сіз де жауап бергенсіз деген нәрсе ғой. Мүлдем жауап бермей қойған жоқсың ғой. Сондықтан әрине қыз баласы қалай ойлайды, қыз баласы солай ойлайтын болады. Содан кейін получается сен былай істеп тұрсың ғой, негізі Айданаға келетін алдында біліп тұрып сен Индирамен сөйлесіп тұрсың да. Ол дұрыс емес қой Аян. Жоқ, ол кішкене ертерек болған ол нәрсе негізі. Кішкене уақытын дұрыс таппай жатсың ше сен. Всем приветики, жақсы өздеріңіз қалайсыздар?
Бүгін бір жабық киінем деп шештіңіз ба? Иә, бүгін жұма мүбәрәк болып тұр. Қалыңыз қалай, Жанерке? Привет, қалайсыз? Жақсы. Күшті болып тұрсыз. Қалыңыз қалай? Жақсы, өзің қайсың? Жақсы. Кешеден кейін бір жеңілдеп қалдыңыз ба? Күшті болып қалдым. Бекзат, қалыңыз қалай? Жақсы, өзің қалай? Жақсы. Бекзат базовый минимум немесе роскошный максимум ойыны. Бірнеше вариант айтамын, соны таңдайсыз. Себепсіз сыйлықтар. Базовый меню. Нұрсұлтан, қалыңыз қалай? Жақсы, өзің. Бір ауырып тұрғаныңыз бар сияқты. Сәл. Тезірек жазылып кетіңіз. Саида, қалайсыз? Саламатсыз, бәрі жақсы. Сізді қалыңыз қалай, Нұрдәулет? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Қалыңыз қалай, Абылайхан? Жақсы. Қалыңыз қалай, Жанбек? Жақсы, өзіңіз қалайсыздар? Тимур, қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыздар? Нұржан, қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Бүгін қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Имидж өзгертем дейсіз ғой? Иә.